Жүректің ишемиялық ауруы туралы не білеміз? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Адам организмі каналы. Бүгінгі біздің видео сізге ұнайды деген сенімдеміз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Жүректің ишемиялық ауруы, жүрек артериялары, жүрекке оттегге бай қанды жеткілікті түрде жеткізе алмаған кезде дамитын жүрек ауруының бір түрі. Бұл бүкіл әлемде кең таралған. Дерттің қауіптілігі өлімге әкеледі. Аурудың белгілері. Жүректің ишемиялық ауруын анықтау қиын емес. Кардиолог дәрігерге бармай-ақ мына белгілер арқылы дертіңізді біле аласыз. Мәселен, физикалық жүктеме кезінде қысылсаңыз, кеуде сүйегінің арта ауырса, қол, иық, жақ, тамақ немесе арқа ауырса да осы дерттің белгісі болуы мүмкін. Одан бөлек, мұздай тер шықса, басыңыз айналса, жүрек айныса, мойныңыз ауырса, белсенді қимылдаған кезде ентігіп қалсаңыз, ұйқыңыз бұзылса, бойыңызды әлсіздік билеп шаршай берсеңіз, онда кардиолог дәрігерге тексеріліңіз. Негізінде әйелдерге қарағанда ерлердің кеуде тұсы жиі ауырады. Аурудың пайда болу себебі. Жүректің ишемиялық ауруының үш негізгі түрі бар. Олар обструктивті емес және коронарлық микротамырлы ауру. Біздің қоғамда көбінесе обструктивті және обструктивті емес түрлері кездеседі. Жүректің қан тамырларының жұмысындағы проблемалар жүректің ишемиялық ауруын тудыруы мүмкін. Мысалы, қан тамырлары жүрекке оттегге бай қан қажет деген белгілерге жауап бермеуі мүмкін. Әдетте, адам физикалық белсенділікте немесе стресс жағдайында қан тамырлары көбірек қан ағымын қамтамасыз ету үшін кеңейеді. Егер сізде коронарлық артерия ауруы болса, бұл қан тамырларының мөлшері өзгермеуі мүмкін, немесе қан тамырлары тіпті тарылуы мүмкін. Оған қоса, созылмалы қабыну, жоғары қан қысымы немесе қант диабеті нәтижесінде артериялардың немесе ұсақ қан тамырларының қабырғаларының зақымдануы. Қалыпты қартаю процесінің бөлігі болып табылатын молекулалық өзгерістер. Молекулалық өзгерістер жасушаларда гендер мен ақуыздардың қалай басқарылатынына әсер етеді. Жүректің обструктивті емес ишемиялық ауруы кезінде коронарлық артериялардың ішкі қабырғаларының зақымдануы, олардың кенеттен қысылуын тудыруы мүмкін. Қысылу артериялардың уақытша тарылуына және жүрекке қан ағынын бөгеуге әкеледі. Уақыт өте келе тамырларыңыздың қабырғалары майлы шөгінділермен жабылуы мүмкін. Бұл процесс атеросклероз деп аталады, ал майлы қабаттар атерома деп аталады. Атеросклерозға темекі шегу және алкогольді шамадан тыс ішу сияқты өмір салты факторлары себеп болуы мүмкін. Ауруды анықтау. Жоғарыдағы белгілер сізді мазаласа, онда дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Егер сіздің дәрігеріңіз жүректің ишемиялық ауруы қаупі бар десе, толық медициналық тексеруден өтуіңіз керек. Оған қоса, отбасылық тарихыңыз бен өмір салтыңызда маңызды. Қан сараптамасынан бөлек қосымша сараптама жасатасыз. Нақтырақ айтқанда, жүгіру жолы сынағы, радионуклеидтерді сканерлеу, компьютерлік томография, МРТ, коронарлық ангиография жасалынады. Енді емделу жолдары жөнінде айта кетейік. Дәрігер сараптамасының нәтижесіне қарай қажетті ем тағайындайды. Жүректің ишемиялық ауруын емдеуді салауатты өмір салтын өзгертуден бастаңыз. Одан бөлек, дәрі-дәрмекпен қоса мына ем шараларын жүргізесіз. Артық салмақтан арылыңыз. Артық салмақ қандағы холестеринді көбейтеді. Қант диабеті сияқты жүректің ишемиялық ауруын тудыратын дертті қоздырады. Ал одан арылу қан қысымының көрсеткіштерін де жақсартады. Физикалық белсенді болыңыз. Тұрақты физикалық белсенділік, жоғары қандағы холестерин, жоғары қан қысымы және артық салмақ пен семіздік сияқты жүректің ишемиялық ауруы үшін қауіпті факторлардың жолын жоюға көмектеседі.
Кез келген жаттығу бағдарламасын бастамас бұрын дәрігерден физикалық белсенділіктің қай деңгейі сізге сәйкес келетінін сұраңыз. Диета ұстаңыз. Гипертонияны тоқтатуға арналған диеталық тәсілдерді негізге ала отырып, тамақтану мәзіріңізді өзгертіңіз. Мейлінше жүрекке пайдалы тамақты тұтынасыз. Балғын жемістерді, көкөністерді және тұтас дәнді дақылдарды жиі жеңіз. Ал қаныққан майды, тұзды, қантты және алкогольді тұтынуды шектеңіз. Стресстен сақтаныңыз. Стрессті басқаруды, демалуды және қиындықтармен күресуді үйрену эмоционалды және физикалық денсаулығыңызды жақсартады. Шылым шегуді тастаңыз. Никотин мен хош иістендіргіштер жүрек пен өкпеге зиян тигізу мүмкін деген ғылыми дәлелдер бар. Ұйқыны жақсартыңыз. Жақсы әрі сапалы ұйқы денсаулығыңызды жақсартады. Ересектерге ұсынылатын ұйқы мөлшері күніне 7-ден 9 сағатқа дейін екенін ескеріңіз. Жүрек аурулары мазалаған кезде тамаққа ерекше баса назар аударғаныңыз дұрыс. Сондықтан ас мәзіріне мән беріп, С дәруменіне бай итмұрын, болгар бұрышы, туралған қырыққабат, қара қарақат, киви сынды азық-түліктерді қосып, көбірек жеуді қолға алу керек. Цитрусты жемістердің де С дәруменіне бай екенін білеміз. Бірақ мына айтылған азықтарда С дәрумені молырақ. Егер қажет деп тапсаңыз, лимон мен апельсинді де жеген артықтық етпейді. Денсаулықты нығайту үшін ағзаға майлар да қажет. Мәселен, қызыл балықты аптасына 3 рет жеу керек дейді дәрігерлер. Сондай-ақ зығыр дәні мен балқарағай жаңғағын дәл осылай жеп тұру маңызды. Қызыл балық пен жаңғақтарда артериалдық қан қысымын реттеп отыратын магний мен омега-3 майқышқылы бар. Қызыл балықтың қымбат түрін ала алмасаңыз, кәдімгі майшабақты, яғни селедканы сатып алыңыз. Оның құрамы да осы заттарға бай. Ағзада зиянды холестериннің көбейіп кетуі де ағзаға айтарлықтай кері әсерін тигізеді. Мұндай холестериннің деңгейін төмен түсіруге сарымсақ пен пияз және Б тобындағы дәрумендер жақсы көмектеседі. Осыған дейін айтылған кеңестеріміздің барлығын орындап, денсаулығыңызға мән беретін болсаңыз, ұзақ жасайтыныңыз анық. Видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны достарыңызға және туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар. Ендігі кезекте жүрекке пайдалы тағамдарды айта кетейік.